Сәлеметсіздер бе? Менің аты жөнім Бұйынбаева Маржан, мен педиатр дәрігермін. Күз кезінде суық тию ауруларынан ешкім қорғалмаған, әсіресе балалар. Көбіне қарапайым суық тиюдің асқынуы бронхитке әкеледі. Аурудың белгілері мен себептері қандай және баланы қалай дұрыс емдеу керек? Бүгін осы сұрақтарға мен жауап беретін боламын. Бронхит тыныс алу жолдарының ауруы. Оған көбіне кішкентай балалар шалдығады. Себебі олардың иммунитеттері толық қалыптаспаған. Осылайша қоршаған ортадағы вирустар мен бактерияларға қарсы қорғана алмайды. Бронхиттің пайда болу себебі ауа арқылы баланың бронхысына еніп кететін вирустар мен бактериялар болуы мүмкін. Тұрмыстық заттар немесе қыр-қолдар арқылы ағзаға кіріп кететін инфекциялар, суықтау, жел өті, суық тию аурулары. Бронхиттің алғашқы белгілеріне қатты құрғақ жөтел, кейін оның ылғалды жөтелге айналуы, жалпы ағзаның әлсіздігі, бас ауруы, дене қызуының көтерілуі, мұрыннан су ағу, конъюнктивит, кеуде тұсының ауруы, демігу жатады. Осы белгілер біліне салысымен бірден дәрігерге бару керек. Себебі дәрігер ғана баланың бронхиттің қай түріне шалдыққанын анықтап, керек дәрі-дәрмекті жазып береді. Төсек тәртібін сақтау маңызды, бірақ дене қызуы қалыпқа түскеннен кейін бала таза ауамен демалу қажет. Пәтерді желдетіп, бөлмеде таза және ылғалды ауаны сақтаңыз. Міндетті түрде жылы су беріңіз. Сұйықтықты қажетті мөлшерде беру қақырықты сұйылтып, бронхтардан шырыштың шығуына көмегін тигізеді. Медициналық препараттарды тек дәрігердің тағайындауымен ішу керек. Дұрыс тамақтану, көп дәрумендер беріп, зиянды тағамдарды азайтыңыз. Бұл жағдайда дорамарин дәрумендік кешені жақсы көмекші. Ол иммунитеттің жоғарылауына көмектеседі. Зат алмасу мен ми қызметін жақсартады. Бронхтарды шырыштардан тазаруына ықпал етеді. Бұл бейне сіздер үшін пайдалы болды деген сенімдемін. Денсаулықтарыңыз мықты болсын. Келесі кездескенше.